Біз қазіргі шайтан бізді не нәрсемен алыстырады? Сен жассың. Сен қазір кетіп қалмайсың Алланың құзырына. Сен жассың, әлі нәрсені. Сен әлі тәубе етіп үлгіресің. Уақытың бар сенің, дейді шайтан. Ланатуллахи алейхи. Бұл жастарға ең үлкен сынақ. Сол сынаққа төтеп берген адам, мен еркекпін деп отқан адам. Міне сол нағыз еркекті. Сол сынаққа төтеп берген. Күнә істейді, артынан не қылады? Бірден тәубе етеді. Алдыңғы сабақта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисін айттық қой, егер де сен бір күнә істесең, онда сенің жаңағы жамандығыңды бір жақсы нәрсе бассын деген хадисті айттық. Сол хадисті есте сақтап, ұдайы сол хадиске амал етуіміз керек екен. Мен жаспын деп өз-өзімізге айта бермей, одан да жассың ба, Құран жатта. Жассың ба, сен Құран оқуды үйреніп ал. Ертең қартайған кезде мен оқимын деген ол далбаса әңгіме. Ол біреуге береді Алла тағала ол нәрсені. Бірақ біреуге бермейді. Біз қашанғы сенімдіміз біз өзіміздің болашағымызға. Біз қазір бір-екі сәттен кейін не оларын білмейміз ғой біз. Бірақ та көпшілік адамдар сенімді. Мен ертең тұрам, ертең мына нәрсені істеймін. Турциядағы жағдай, зілзала болды ғой. Сол зілзаланың астында қалған адамдардың мақсаттары қандай еді? Мақсаттары қандай еді ол кісілердікі? Ертең тұрам, ертең намаз бастаймын, ертең мешітке барам, мен ертең алдағы 10 жылдықта осындай нәрсе істеп қоям деген болды олардың мақсаттарында. Бірақ та Алланың жасмышы солай. Алла тағала кімді алам десе, соны бір мезетте алып кете салады. Сол себептен де біз шайтанға алданбауымыз керек екен. وَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَوَّابٌ وَرَحِيمٌ وَكَلِمَةٌ تَوَّابٌ صِيغَةٌ مُبَالَغَةٌ. Алла тағаланы біз әт-тәуәб, тәубені қабыл етуші, ар-рахим, аса мейірімді деп айтқан кезде, біз Алла тағалаға қандай сипат береміз? Үстемдік сипатын береміз. Біз мысалға бір адамға айтқан кезде, мынау әдемі, бірақ та мынау әдемірек деген секілді айтамыз ғой. Бірақ та Алла субханаху ва тағалаға ондай үкім жүрмейді. Алла субханаху ва тағала кез келген сипаттың үстінде тұратын сипат. Түсінікті ғой? Мысалға, мынау рахымды ғой, бірақ та Алла тағала оның үстінде тұратын рахым. Мынау мейірімді, Алла тағала оның үстінде тұратын мейірім. Алла тағаланың бүкіл сипаттары әзәли, бастауы жоқ, не соңы жоқ, және де ол бүкілі сыйғатын мұбалығы, ең асырмалы формада тұрған сипаттар. Бұл енді біз ақиданың сабағына кірдік, бірақ та бұны айту керек. Алла тағаланың сипаты деп түсінген кезде біз нені түсінетін боламыз енді? Ол бүкіл жоғарғы формадағы сипат екенін түсінетін боламыз. وَإِذَا تَابَ الْحَقُّ فِي الْكَبَائِرِ أَلَيْسَتْ هَذِهِ التَّوْبَةُ عَظِيمَةٌ. Аллаху субханаху ва тағала өзін тәуәб деп айтты ғой. Тәуәб ар-рахима. Алла тағала тәубені қабыл етуші деп айтты өзін. Алла тағала бұл сипатымен не айтқысы келіп тұр? Сен қандай күнә істесең, мен сені кешірем деп тұр Алла тағала. Бұл тәуәб деген сипатымен. Күнә істейсің, сен тек қана тәубе етші. Болды, мен сені кешірем деп тұр Алла тағала. Енді қараңыздар, Алла тағаланың жаңағы үлкен күнәлар деген нәрсе бар ғой. Рия деген секілді. Үлкен күнәлар. Енді Алла тағала бізді сол күнәміз үшін, тәкаппарлық деген күнәміз үшін кешіріп жатқаны, бұл Алла тағаланың ұлықтығы емес пе, қараңыздар.